Баршаңызға сәлем. Бүгін Шантуз арнасының күнделікті подкасты. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Өмірзақ Әмір және Утигалиева Тоғжан. Және мен, жүргізуші Утимисова Дильназ. Бүгінгі подкасттың тақырыбы кітап туралы болмақ. Кітап біздің бұрыннан келе жатқан құндылық болып табылғандықтан, бүгін біз кітаптың жаңа қырынан, яғни жастар жағынан талдайтын боламыз. Кітап сіздер үшін қандай мағынада береді, яғни кітаптың маңызы қандай? Дилназ әріптес, қонаққа шақырғаныңызға рахмет. Жалпы адамның өміріне кітаптың берер пайдасына тоқталсақ, бірінші кітапты адам оқығанда өзінің білім үшін, өзіне ілім үшін оқуы тиіс, сонда ғана ол пайдасын бере береді. Яғни өзі үшін оқу керек адам кітапты. Тоғжан. Сәлеметсіз бе Дильназ ханым, яғни ең алдымен осы подкастқа шақырғаныңызға көп рахмет. Енді кітапқа байланысты айтатын болсам, кітап негізі әр адамға әртүрлі бір сезім білдіреді. Біреу оны белгілі бір білім алу үшін, немесе белгілі бір саланы тану үшін оқу мүмкін, ал кейбіреулері өз жан тыныштығы үшін оқу мүмкін. Ал мен сол жан тыныштығы үшін оқитын адамдардың қатарынанмын деп айтсам болады. Яғни менде кітапта бір белгілі бір жанр жоқ, белгілі бір саланы тану үшін емес, белгілі бір оқиғаларды көріп, сол арқылы қиялдану арқылы оқимын. Тамаша. Ал сіздер кітапты қашаннан бері оқисыздар? Жалпы кітапқа менің қызығушылығым сол мектеп кезінде ашылды. Яғни қателеспесем 10-шы класс, 9-шы класс әдеби шығармаларға қызығушылық ретінде ашылды. Бірінші бір қателеспесем Оралхан Бөкей кітабы, онда көбінесе ауылдың таулы аймақтың жерлерін бейнелейді ғой. Мен де өзім ауылдың адамымын, сондықтан сондай қызығушылықпен ашылды. Содан кейін ары қарай өрби берді. Және оған не себеп болды? Сіз осы 9-шы, 10-шы сыныпта не үшін осы әдеби шығармаларды оқи бастадыңыз? Қателеспесем олимпиадаға дайындалу кезінде. Содан ары қарай уже қызығушылығым ашылды. Тек әдеби кітаптарға ашылды бірінші. Тоғжан. Ал мен негізі барлығымыз мектеп басынан қабырғасынан бастап кітап оқып бастадық. Яғни әдеби шығармалардан бастадық. Бірақ әдеби шығармалар мені өзіне белгілі бір аурасымен тартқан жоқ. Яғни мен белгілі бір кітапты қателеспесем 10-шы сыныпта аяқтауға жақын уақытта бастадым. Мен ең алғашқы оқыған жанрым ол заманауи роман болды. Ондағы кейіпкерлер барлығы, яғни қазіргі заманда болғандықтан мені өзіне кәдімгідей тартты. Маған өте қатты ұнайтын болды. Яғни мен сол кітап оқу саласын, сол кітаптардан бастадым десем болады. Тамаша. Ал енді мен өзімнің хикаямды айтып өтсем. Мен кітапқа деген қызығушылығым үйден басталды. Яғни бізде көбі кітап оқитын болды. Және мектеп қабырғасында жүргенде, қателеспесем 2-ші немесе 3-ші сынып оқып жүргенде кітапхананың қасында жүретін болдым. Оның ішінде маған ғарыштар немесе астрология, жұлдыздар өте қатты қызықтыратын. Неге аспанда осындай жұлдыздар көп деген сияқты сұрақтар болды. Қызығушылықпен. Солай мен көптеген кітаптарды оқитын болдым. Қазірдің өзінде де кітаптар оқимын. Ал сіздер қазіргі уақытта қандай кітаптарды оқып жатырсыздар? Және ол сіздерді қалай қызықтырады? Қазіргі таңда жалпы оқып жатқан кітабым, оқыған кітабымның көбі менде әдеби шығарма. Қазіргі таңда жалпы Бауыржан Момышұлының Өмірбаянын оқып жатырмын. Тамаша. Мен әртүрлі жанрды оқимын, белгілі бір жанрға тоқталып қалған жоқпын. Оның ішінде заманауи роман, детективті кітаптар, психологиялық кітаптар және қазақ әдебиеті де бар. Қазіргі уақытта мен детективті кітапты аяқтап, қазіргі уақытта япондық аударылған орысша кітап оқып жатырмын. Ол сізді қалай қызықтырды? Ол кітапта, негізінен ол кітаптың тақырыбының өзі адамды өзіне қарататындай, себебі тақырыбының өзі ерекше, ондай тақырыпты негізі басқа кітаптардан байқауға болмайды. Тақырыбына келетін болсақ, орысша, если все кошки в мире исчезнут. Өте өзіне бір баураған тақырып болды. Сол себепті де сол тақырыпты таңдадым. Және де кітап қазіргі уақытта мен кітапты толық бітірмесем де белгілі бір өзіне деген бір
яғни менің оқыған кітаптарымның ішінде белгілі бір андай үлкен орын алды десем болады. Яғни атауының өзі тартты сізді, иә? Атауының өзі. Ал сізді Бауыржан Момышұлының өмірбаяны несімен қызықтырды? Көбінесе жалпы шығармашылығын ол кісі жай бастады, бірақ енді соғыстың қиын кездерімен көбінесе қызықтырады. Сол кездегі қиын тағдыр деген секілді. Ол кезде тек соғыс емес, адамдардың өмірінде бейнелейді. Түсінікті, тамаша. Қазіргі уақытта жастар арасында танымал болған жанр немесе кітап түрлерін білесіздер ме? Қателеспесем, менің ойымша осыдан 3-4 жыл бұрын жалпы жарық көрген Кемел адам кітабы деп ойлаймын. Ол жасты талғамайды. Мысалға, ол кітаптың өзінде адамды бір тәрбиелейді, адами тұрғыға. Психологиялық жанрда, иә? Мен де сол әміріңізге келсем, қазіргі уақытта жастардың көбінің оқитын кітабы ол сол психологияға байланысты, яғни өмірге үйрететін қазіргі мәселелерді талқылайтын кітаптар. Онда негізі кітаптар өте көп, қазіргі мәселелерді айтатын, талқылайтын, яғни психология жағында. Сіздер жаңа айтып өттіңіздер, 9-10 сыныптан бастап кітап оқып келе жатсыздар, яғни орта кезеңнен. Осы уақытқа дейін оқыған кітаптарыңыздың ішінен жастарға арналған немесе осы сіздерден үлкен 10 немесе 20 жыл жас үлкен кісілерге қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіздер? Мен де жаңағы кітабымда қайтадан айтатын едім, яғни Кемел адам. Тамаша. Ол уже адамды тәрбиелейді. Ол жасты талғамайды, үлкен адамға да бағыт-бағдар бере алатын кітап деп санаймын. Тамаша, Тоғжан? Мен жаңа айтып өткенде психологияға қатысты кітаптарға көбіне кеңес берер едім. Себебі онда өмірден түйетін нәрселер өте көп. Яғни ол кітапты оқу арқылы сіз өмірді ғана біліп қоймайсыз, адамдарды да танып үйренесіз. Себебі ол қазіргі уақытта да, болашақта да қажетті мағлұматтар деп ойлаймын. Сол себепті психология кітаптарды кеңес беремін. Негізі сұрақ нақтырақ айтқанда, біз сіздердің оқыған кітаптарыңыздың ішінен? Мен көбінесе тұлғалардың бір өмірбаянын берер едім. Яғни, қателеспесем, тағы да Бауыржан Момышұлының кітаптарын оқуға неге десеңіз, ол соғысты бейнелейді, соғыста біз үшін тер төккен ата-бабамыздың тарихын меңгерген бізге бірінші жөн. Яғни бізді патриотизмге тәрбиелейді. Тек қана өмірбаянды айтып отырсыз? Өмірбаян, соғыс жайлы әңгімелерін деген секілді. Ал сіз жаңа айтып өттіңіз ауыз әдебиеті туралы, көркем әдебиет. Соның ішінен де қандай кітаптарды кеңес берер едіңіз? Мен Әзілхан Нұршайықовтың кітабын айтуға болады. Ол кітап бірақ енді 18 жастан жоғары оқырманға оқуға болады. Кітаптың өзі де жалпы оқырманның жасын қарайды. Жас талғайды десем де болады. Әзілхан Нұрқайышевтың бір кітабы бар, яғни афоризмдері журналистерге арналған. Сол кітапты оқып көрдіңіз бе? Жоқ, оқымадым. Бірақ енді алдағы уақытта оқуға болады. Ал сіз, Тоғжан? Мен өзімнің оқыған кітаптарымның ішінен, яғни көп оқыған кітаптарым орыс тілінде, оның ішінен 48 законов власти и нежно к себе кітаптарын кеңес берер едім оқуға. Себебі нежно к себе кітабы өзіңізді жақсы көруге тәрбиелейді, соған байланысты кеңестер береді. Ал 48 законов власти ол сізде кез келген ортада өзіңізді жоғары ұстауға көмектеседі. Түсінікті, тамаша. Сіздерде кітап өмірлеріңізде кітап қандай орында тұрады? Яғни барлығы әр сатымен тұрады ғой. Яғни ең бірінші оқу немесе отбасы секілді, немесе жұмыс. Яғни кітаптың рөлі, иә? Менің өмірімде жалпы кітапты бірінші сатыға да қоюға болады. Яғни кітаптан біз көп нәрсе аламыз. Білімді аламыз, бағыт-бағдар аламыз, терең ой аламыз. Сол арқылы дамимыз. Сондықтан ол кітаптың рөлі әрқашанда бірінші тұру керек әр оқырманның өмірінде. Мен де бірімізден толық келсем, мен де кітап оқу өмірімде ең бірінші сатыда.
себебі кітапты кез келген салада қолданасыз. Яғни күнделікті өмірде де оқу барысында да міндетті түрде кітап қажет. Сол себепті мен оқуда да, былай уақытта да негізі кітапты көріп жүремін. Кітап сіздерде бірінші орында тұрады. Сіздер сонда кітапты күніне неше рет оқисыздар? Немесе неше минутқа, сағаттап па? Жалпы кітаптың өзіне күнделікті көңіл бөлген жақсы. Мысалға, бір кітап оқудың бір өзінің ыңғайлы бір күндері болады, немесе бір уақыты болады. Мысалға, бір тиімді уақыт, түскі уақыт деп айтсам болады. 1-ден 3 шамасында, немесе 1 мен 2 сағаттың арасында, яғни 1 сағат кітапқа көңіл бөлген жақсы. Мен өзім аз дегенде жалпы қай оқырманға болсын 30 бет оқуға кеңес берем, ал одан әрі 50 бет, 100 бет. Жалпы адам баласы күніне негізі 100 бет кітап оқу керек, ғұламалардың айтуы бойынша. Ал менің өзім жалпы 50 бет оқимын. Сіз сол уақытта оқисыз, иә? 1 мен 2-нің арасында. Негізі жалпы түскі уақыт, 1 сағат или жарты сағат көңіл бөлем. Тоғжан, сіз ше? Мен әр күнімдегі, яғни әр қалай, менің шаруаларыма байланысты, яғни графикке байланысты, кем дегенде мен 2-3 сағат уақытымды бөлем. Яғни және де мен оқығанда бір кітапқа тоқталып қалмай 2 кітапты қатарынан оқимын. Ойлау қабілетке де жақсы жалпы. Бір кітапты кем дегенде 30 беттен оқимын. Яғни мен қазіргі уақытта детективный кітаппен сол японский кітапты бірге алып жүрмін. Ал сіздер қазіргі уақытта оқып жатқан кітаптарыңыздан өмірлік тәжірибелерді алуға болады деп ойлайсыздар ма? Және сол тәжірибені өмірде қолданасыздар ма? Бұл жалпы сұрағыңыз орынды. Кітаптың қайсысынан болса да өмірлік тәжірибе алуға болады. Кітап жалпы адамның ұстазы ретінде қараймыз. Мысалы, қай кітаптан сіз өмірлік тәжірибе алдыңыз? Мен қателеспесем, баяндап өтсеңіз. Оралхан Бөкейдің шығармаларынан, яғни бір Атау кере шығармасынан. Яғни ара мен адамның өмірін байланыстырады. Араның еңбекқорлығы, ал адамның жалқаулығы деген секілді. Ал сіз, Тоғжан ханым? Мен негізінен қазіргі оқып жатқан кітабымды ұсына аламын. Яғни мен барлық кітабымды ұсына аламын, себебі барлық кітаптан белгілі бір өмірге деген тәжірибе алуға болады. Бірақ соның ішінде қазіргі оқып жатқан кітабымды айтып кетейін. Бұл кітап, яғни онда бір актердің, яғни сол кітапта қысқаша бір кино туралы айтып кетеді. Сондағы актердің айтқаны бар: өмір бұл конфет қорабы секілді. Яғни ол қораптың ішіне сізге қандай дәмдегі конфет түсетінін білмейсіз деген секілді. Яғни ол сөздің мағынасына үңіліп қарайтын болсақ, әр адамның ұнататын дәмдері әртүрлі. Оның ішінде сізге ұнамайтын дәм болуы мүмкін, ұнайтын дәм болуы мүмкін. Яғни сіз оның сыртына қарап біле алмайсыз. Яғни дәмін тату арқылы ғана білесіз. Міне осы жерде өмірдің де тәтті тұстары, ащы тұстары да болады деген мағынада айтқысы келген. Тамаша. Қазіргі уақытқа дейін сіздер қанша кітап оқыдыңыздар? Шамамен адамдар өздері санмен санап салыстырғанды жақсы көреді ғой. Ал мен жалпы өз басым ол кітаптың санын санамайды екен. Бірақ енді шамамен есімде жоқ, осы оқуға түскелі неше ай болды бізге? 5 ай болды ма? 5 айда қателеспесем 5-6 кітап оқыған сияқтымын. Негізі жалпы 5-6 айда негізі 10 кітаптан жоғары оқуға болады. Ол өзіңіздің оқығаныңызға, қызығушылығыңызға байланысты жалпы. Ал Тоғжан ханым, сізде? Мен яғни сол 10 сыныптан бергі кітаптарыма қарасам, нақты білмеймін. Себебі мен көбіне онлайн форматта оқимын кітаптарды, арнайы бір бағдарлама арқылы. Яғни нақты сан білмеймін. Бірақ шамамен 200-дің үстінде. Шамамен осы уақытқа дейін 200 кітап оқыдыңыз. Электронды түрде ме, көбі? Иә, көбі. Негізі кітапты жалпы негізі қолмен ұстап жазуды өзіңіз көзбен. Ойлау қабілетке де ол көзбен қарап оқыған уже қайсам болады, ештеңе жетпейді оған, бөлек. Мен де кітап оқырмандарының бірімін, фанатым деуге де болады, көрермені. Бірақ
мен кітапты оқығаннан гөрі кітапты жинақтағанды ұнатамын, яғни ол менің хоббиімнің бірі. Кітаптың жанрына келсек, бұл деректі, яғни мен қандай да бір кітаптан дерек көзін алғанды жақсы көремін. Соның ішінде Қазақстан тарихының кітаптары менде көп жинақталып тұр. Көптеген экспедицияларға арналған кітаптар, немесе Алаш зиялыларының кітаптары. Және де сіздерге сұрақ, жаңа сіздер айтып өттіңіз, электронды түрде кітап оқисыз. Электронды кітаппен кәдімгі басылған кітаптың айырмашылығы сіздер үшін қандай? Жалпы электронды кітап, кітап пен электронды кітаптың айырмашылығы, жалпы электронды кітапты біз телефон арқылы оқимыз. Ал кәдімгі кітапты біз қолмен ұстаймыз, ондағы жазулар ерекше. Жалпы электронды кітаптан біз қатты ойлай алмаймыз. Ал кәдімгі кітапты табиғи қолмен ұстап оқыған, сіз таза оймен ойлайсыз, жақсы қиялдай аласыз. Ал электронды кітаптан ондай қатты әсер алу қиын, алмайсыз, менің ойымша. Негізі электронды кітаптың плюс жағы да бар, минус жағы да бар. Негізі кімгі басып шыққан кітапқа жететіні жоқ шынымен де. Барлық әріпті қолыңызбен ұстап, суреттелген үзіндіні көз алдыңызда елестету, бұл тыныштық береді жанға. Ал онлайн форматта кітапқа келетін болсақ, оның плюс жағын айта кетсем, оны әр жерге алып жүру өте оңай. Сіз оны тіпті әртүрлі жерде жүріп оқи аласыз. Мысалы, кітапқа сіз жарық болмаса, оны оқу сізге қиындық тудырады деген секілді. Электронды кітапта онда қиындықтар жоқ. Ешқандай орын алмайды дейсіз ғой, қалтаға да, телефонның ішінде. Кез келген жерде оқу өте ыңғайлы. Минус жағы бұл сол әсерге, дұрыс кіре алмайсыз. Әсерге әсер етеді, және де негізі денсаулыққа да жағымсыздықтар бар. Яғни телефоннан кері әсер аласыз. Ересектер тобы соны, яғни кітап басылымын оқығанды жақсы көреді. Ал бір статистика бойынша жастар жағы сол онлайн форматта оқығанды жақсы көреді екен. Мен негізі өзім онлайн форматта оқығанды жақсы көремін. Себебі ол кезде менің ойымда, яғни адамдар айтады ғой, мидың өзі миға жетпейтін кинотеатр жоқ. Яғни миымыз оқыған сәтте керемет, ғажайып бір әсерлер қалдырады, немесе бір фильм түсіреді біздің миымызда. Сол ләззатты мен онлайн форматта көремін. Яғни қазіргі уақытта көптеген жастарда ақша жеткіліксіздігі болуы мүмкін. Яғни кітаптар қазір қымбат болып жатыр. Сатып алуға дейсіз ғой. Сатып алуға, бүйтіп ұстап көруге. Онлайн форматта бізде өте оңай. Бір жақсы сайтты тауып алып, соның ішінен өзіңізге ұнайтын кітапты алып оқуға болады екен. Жалпы оқырманға мен сатып алыңыз деп кеңес беретін едім. Неге десеңіз, жалпы үйдегі сөренің өзінде жиналып тұрған кітаптың өзі адамға шабыт береді. Қайтадан қайта оқуға деген секілді. Негізінде жинаған кітап жинау туралы айтатын болсақ, оқыған кітаптан қарағанда оқылмаған кітапты жинау әлдеқайда жақсы деп ойлаймын. Әдемі атмосфера береді. Себебі сен онда не барын білмейсің деген секілді. Себебі сіз бір оқыған кітапты керісінше кері оқу, бұл себебі сіз онда бәрін біліп тұрасыз, ары қарай қызықсыз болып кетеді. Ал сіз оқылмаған кітапты жинасаңыз, сізде оқуға деген құштар одан сайын артады деген секілді. Олай да болады жалпы. Мен де солардың қатарындамын, яғни оқылмаған кітаптарды жинақтаймын. Ал оқылған кітаптарымды туысқандарыма, немесе кішкентай сіңілілеріме, немесе сатып жіберемін. Яғни беріп жіберемін, немесе сатып жіберемін. Ал андай қатты сағынып, осы кітапты оқығым келіп жүр деп, осының ішіне өмірлік тәжірибе алуым қажет деген кезде онлайн форматта оқимын. Қайтадан оқығың келіп тұратын кітаптар да болады, жалпы оқып тастайсың, бірақ қайтадан оқығың келеді. Айта берші тағы. Ал бүгінгі подкастымыз аяқталуына жақын, сондықтан сау сәлеметте болыңыздар.